Барша оқтаудың көмегімен жұқа қылып пакеттің ішіне жайып шығамыз. Міне менде дәл осындай қамырым дайын болды. Енді тегіс тақтайға қойып морозилкаға сақтайтын боламыз. Менде 2 сағаттай уақыт өтті. Кракелин қатып үлгерді. Енді пакетті шетінен ашып, қалауыңызша формада турап алып, булочканың бетіне қолдансаңыздар болады. Дәл осы кракелинді мен шу пирожныйны қолдандым. Және баклажканың қақпағының көмегімен турап алып, өзіме керекті формада қолдандым. Сіздер пирожныйларыңыздың формасына қарай турап аласыздар. Сол кезде екеуі бірдей болған жағдайда пирожныйды барлық жерін жауып, беткі қабаты қытырлақ және тәтті болып тұрады. Айтып өткендей, краситель қоссаңыздар, булочканың түрін әсемдеп тұрады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің булочкаларымыз дайын болды. Ұнаса лайк қойып, пікіріңіз болса комментарий бөліміне жаза кетіңіз. Басқа да қызықты видеоларымды жіберіп болмас үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сіздермен қызықты күнделікті рецепттермен бөлісіп отырамын. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Жанерке.